Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сабын жасау үшін не қажет туралы айтатын боламыз. Бізге сабын жасау үшін осындай мыльная основа керек. Мыльная основаның екі түрі болады, ақ және түссіз түрі. Түссіз түрі прозрачный деп атайды. Бұл мыльная основа килограммдап сатылады. Мына жерде біз қалғанын қолданып тастаған болатынбыз. Және де осындай әртүрлі молдтар керек. Молдтың түрлері өте көп. Әртүрлі бейнедегі. Және де екі түрі болады. Молдтың пластмасс және силикон түрі. Мен осындай силикон түрін таңдадым. Силикон түрі ыңғайлы болғаннан кейін. Және де осындай гүл бейнедегі молдтарды таңдаған болатым. Себебі букет жасайтын болдым. Сол үшін осындай молдтар таңдаған болатын. Температурасын қадағалап отыру үшін осындай термометр керек. Егер қадағалап отырам десеңіздер, бұл термометр негізі міндетті түрде емес. Және де әртүрлі түсті бояғыштар қажет. Менде осындай пищевой краситель. Бұл кондитерлік әртүрлі кремдерге қолданатын осындай краситель. Түрлі түстісін, комплектісін алсаңыздар болады. Мен осындай 8 түстісін алдым. Және де осындай қош иіс беріп тұру үшін иіс майлар керек. Менде гүлдер болғаннан кейін гүлдің иістерін таңдаған болатын. Пион, лаванда деген сияқты. Әртүрлі болады. Өздеріңізге иісі ұнағанына қарай таңдап аласыздар. Келесі видеода осы сабынның жасалу жолын көрсететін боламын. Маған тіркеліп алыңыздар. Егер осы видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруға кетіңіздер. Сау болыңыздар.